Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ас адамның арқауы арнасы. Бүгін біз осындай керемет кеспе көже жасайтын боламыз. Алдыменен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Кеспе көже жасау үшін алдыменен қамырын илеп аламыз. Қамырын кішкентай ғана жұдырықтан сәл-ақ үлкен қылып илейміз. Ол үшін 300 грамдай, 350 грамдай ұн аламыз, және бір дана жұмыртқа, және тұз қосылған жылы су. Жылы суды құя отырып, қамырымызды осылай жақсылап илеп аламыз. Қамырымызды қатты қылып илеген дұрыс. Кеспе көжеге қамырды қатты қылып илейді. Одан соң қамырын азғантай ғана жұдырықтан сәл-ақ үлкен қылып илеп аламыз. Оны тындырып, салафанға салып бір шетке қойып қоямыз сосын. Енді кеспе көжемізді жасауға қажетті көкөністерімізді турап аламыз. Алдыменен пиязды, бір дана пияз аламыз. Жарты сақина ет турап шығамыз. Одан кейін бір сәбізімізді аламыз. Оны да жарты сақина ет турап шығамыз. Тәтті бұрышымызды аламыз. Тәтті бұрышты да ұзынша, кішкентай етіп турап аламыз. Картопымызды аламыз. Мен 2 үлкен картоп алдым. Жеткілікті деп ойладым. Осылай ұсақтау етіп картопымызды турап аламыз. Қызанақ. Бұл кеспе көжеге қызанақты көбірек қосамыз. Өйткені бұл кеспе көженің өздеріңіз байқап тұрғандай еті жоқ, етсіз кеспе көже. Сондықтан да бұл көженің аты бойдақ көже деп аталады. Одан соң сарымсақ, бір дана сарымсағымызды турап дайындап қоямыз. Қажетті заттарымыздың бәрін дайындап қойдық. Аскөк, қызанақ, картошка, сарымсақ, сәбіз, пияз, тәтті бұрыш барлығын дайындап қойдық турап. Енді қазанымызды отқа қойып, майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін пиязымызды саламыз. Пиязымыз сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Одан соң оның үстіне сәбіз бен тәтті бұрышымызды және қызанағымызды салып, тағы да жақсылап барлығын араластырып, осылай жақсылап қозғап аламыз. Жай отқа қойып, бетін жауып, қазанын қойып қоямыз. Жай қуырыла береді. Одан кейін бағана қамырымды алып, июн бір рет қандырып қоямын. Жақсылап кішкене осылай умаждап, қамырымызды кішкене илеп алып, қайтадан қойып қоямыз тындырып. Қамырымыз неғұрлым ию қанған сайын әдемі жайылатын болады. Мінекей біздің салған көкөністеріміздің барлығы жақсылап қуырылып жатыр. Картошкамызды саламыз енді бұның үстіне. Тағы да жақсылап қозғап қуырып аламыз. Мінекей картошкамызда қуырылды. Енді оның үстіне тұзымызды және паприка қосамыз. Тамағымыздың түсі әдемі болу үшін және дәмін кіргізу үшін паприка қосып жатырмын. Өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер болады. Ең негізгісі бұл жерде етсіз кеспе көже болғандықтан қызанағын көбірек қосамыз. Одан соң суын құямыз, мөлшерлеп. Мен 4-5 адамға лайықтап кеспе көже жасап жатырмын. Мінекей менің кеспе көжем қайнап жатыр.
Енді осы аралықта қамырымызды жайып аламыз. Ұнымызды сеуіп отырып, осылайша жұдырықтың көмегіменен қамырымызды жаймалап аламыз. Дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Одан соң оқтаудың көмегіменен қамырымызды оқтауға орап алып, айландыра отырып, осылай жайып аламыз. Бұл бойдақ көже деген атау біздің ауылдағы біздің шешемізбен араласқан құрдастарының қойған аты. Енді үйде тамақ жасаған кезде біздің бала кезімізде күніге ет бола бермейді ғой, сондықтан да арасында етсіз тамақтар да жасап тұратынбыз. Сол кезде бір-біріне біздің мамаларымыз, аналарымыз қалжыңдап айтатын, бойдақ көже жасаймыз деп. Сосын үнемі анам айтып отыратын, қазір пәленшенің үйіне барып бойдақ көже ішіп келеміз. Оның бойдақ көжесі ет қосқаннан да, ет қосып жасаған тамақтан да өте дәмді деп айтып отыратын. Сол есімде қалып кетіпті. Мінекей қамырымызды жайып болдық. Енді осылай жұқа етіп, жіңішке етіп кесіп аламыз. Байқап тұрсаңыздар, мен қамырымды аса қалың емес, аса жұқа емес, орташа қылып жайып алдым. Жұқа қылып жайып қоюға болмайды. Қамырыңыз онда пісіріп жатқан кезде езіліп кетеді. Аса қалың да болмайды, орташа етіп жаямыз. Одан соң жіңішке етіп осылай кеспелерімізді кесіп алып, мінекей бәрін жайып дайындап қойдым кеспелерімді. Мінекей біздің кеспе көжеміздің сорпасы да қайнап жатыр. Картошкасын көрдік, піскен екен. Енді кеспемізді сала берсек болады. Кеспемізді саламыз. Мен кеспемді ұзын етіп кестім. Қысқа етіп кессеңіз, тамақ құйған кезде ыңғайлы болады. Ал ұзын етіп кессеңіз, осылай мен құсап тамақ құйғанда ыңғайсыздау болады. Шанышқының көмегімен қамырларын алып, кесеге салып аламын. Сосын барып үстіне сорпасын құямын. Өйткені меніңкінің кеспелері ұзын-ұзын болды. Бірақ неге екенін білмеймін, маған кеспе көже жасағанда осылай ұзын етіп кескенді ұнайды. Мінекей біздің тамағымыз да пісіп қалды. Енді кеспесін осылай шанышқының көмегімен салып алып, үстіне сорпасын құйып дайындаймын. Мінекей біздің кеспе көжемізде дайын болды. Дастарханға алып бара берсек болады. Кеспе көжемізді құйып, бетіне ас көгімізді себелеп, енді кеспе көжемізді іше берсек болады. Негізі үлкен адамдар көбінесе кеспе көжеге айран қосып ішіп жатады. Сол кезде тамақтың дәмі одан да аса кіріп, керемет болып жатады. Сау болыңыздар.